Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Алматы полиграфия колледжі өндірістік оқыту шебері Дүйсенбай Нұрдана Сәрсенбай қызы. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін 3 қараша 2020 жыл. Сабақтың тақырыбы жұмыс желімін даярлау. Сабақтың мақсаты полиграфия өндірісінде пайдаланылатын желім түрлерімен танысу, қолмен жұмыс істеуге арналған табиғи және жасанды желімдердің жұмыс ерітінділерін даярлау, студенттерді ұқыптылыққа және тазалыққа үйрету. Желім дегеніміз табиғи сулы суспензиядан ерітінді еріткіштен тұратын және табиғи немесе жасанды полимерден құралады. Ол қағаз түрінде, қатырма қағаз және түптеу материалдарын желімдеуге қолданылады. Полиграфияда қолданылатын желімдердің түрлері: крахмалды желімдер, сүйектік желімдер, термопластикалық желім, карбоксаметил-целлюлозалық желім, бутаден-стиролды желім, полувинилацетатты желім. Крахмал желімі өсімдік желіміне жатады. Ол картоп, жүгері, өсімдік жасушаларынан алынады. Суық суда ерімейді. Ұзақ қайнатқан кезде крахмалды түйіршіктері өсіп, крахмалдық желім пайда болады. Суды алдын ала қайнатып, крахмалмен қоса барлық борлық қышқыл натрий қоспасын қоса араластыра отырып алады. Бұл желімнің сапасы өте төмен. Сондықтан аз қолданылады. Сулылығы көп, қағаздың бетіне шығып кетеді. Сүйектік желім көбінесе ақуызды зат, глютеннен тұратын, қатты ұнтақталатын плиткалар түріндегі зат. Ол жануар сүйектерінен желімдік сорпа түрінде өңделеді, сосын қайнатылып кептіріледі де қатты күйге көшеді. Жануарлардың сүйектерінде, мүйіздері мен тұяқтарында суда ерімейтін ақуызды зат коллаген болады. Бірақ коллагенді суда көп уақыт қайнату нәтижесінде ол басқа глютен деген ақуызды бөліп шығарады. Ол ыстық суда ериді және желімдік қасиеттерге ие болады. Сүйектік түптеу желімі былай дайындалады. Қазанға белгілі мөлшерде сүйек желімді салып, рецепт бойынша сумен араластырады. Өсімдік негізіндегі желім крахмалды желім. Жануар текті, сүйекті және желатинді желім. Қолданылу аясы: крахмалды желім форзацтар мен иллюстрацияларды қолмен желімдеу кезінде пайдаланылады. Кітап блогын түптеу қабына қолмен орнату кезінде кейбір жағдайларда машинада орнатуға да болады. Желатинді және сүйекті желім түптік материал және капталды желімдеу кезінде қолданылады. Түптеу қаптарын даярлауда қолдануға болады. ПВА-ды, яғни поливинил ацетатты дисперсия. Оның екі түрі бар: майда дисперсиялы, бөлшектері 0,5–0,5 микрометр, және де ірі дисперсиялы, бөлшектері 0,5–2 микрометрге дейін. Брошюралау түптеу процестерінде ірі дисперсиялы жүйелер кеңінен қолданылады. Барлық ПВА-ды маркаларының құрамында ұшпайтын заттар 50%-тен кем болмауы тиіс. Жалпы ПВА-ды дисперсиясының 3 маркасы шығарылады: тұтқырлығы жоғары, тұтқырлығы төмен және де орташа тұтқыр. ПВА-ды желімі полиграфия өндірісінде жіппен тігілетін блоктың түбін желімдеу үшін қолданылады. Сонымен қатар жіппен тігілген блоктарды өңдеуге ешқандай қоспасыз қолданамыз. ПВА-ды желімінің ерекше қасиеттері: астықтарға жақсы жабысу қасиеті, желім қабатының жоғарғы
иілгішті мөлдір түссіз жағымсыз иістің болмауы жұмыс істеуге өте ыңғайлы. ПВА желімдері жабық күйінде алюминий ыдыста, тот баспайтын болат ыдыста, полиэтиленді канистрда немесе бочкаларда сақталынады. Бөлме температурасы -5 градустан төмен болмау керек. Поливинил ацетатты желімдердің артықшылықтары: адгезиялық қасиеттері жоғары, жабысқақтығы жақсы, түссіз эластикалық пленка түзеді, желімдік пленка ескірмейді. Кемшілігі кептіруді қажет етеді. Қолданылу аясы: келесі операцияларда біз қолдануға болады. Форзастар мен иллюстрациялы желімдеу кезінде, түптеу қабымен қапталған өнімдердің блоктарын тікпей желіммен бекітуде, дәптерлік әдіспен тігілген блоктардың түбін желімдеуде, орташа тұтқыр желім пайдаланылады. Түптеу қабын блокқа машиналық әдіспен кигізу кезінде. Карбоксиметил целлюлоза натрий тұзы негізіндегі желім. Желімдік ерітіндіні даярлау үшін оған жылы су құйылып, 16 сағат көлемінде тұру керек. Жабысқақтығы жоғарғы емес, желімдеу күші мен жылдамдығы төмен. Қолданылу аясы: құрамына ПВА қосылып, келесі операцияда қолдануға болады. Жіппен тігу аппараттарында соңғы дәптерлерді желімдеу кезінде. Терможелім. Терможелім әртүрлі қоспасы бар полимер, қарапайым температурада қатты немесе майысқақ болады. Егер температураны 100-180 градусқа жеткізсек, ол еріп, жұмсарып, жұмыс істеуге болады. Салқындатқанда 2-3 секунд жұқа пленка түзеді. Терможелімен жұмыс істегенде бір қалыпты температурада сақтау керек. Ал қатты қызып кетсе, өзінің желімдік қасиетін жоғалтады. Артықшылықтары: құрамында су жоқ, салқындағанда пленка түзеді, жабысқақтығы жоғары. Кемшіліктері: блоктың ашылуы нашарлайды, желімдік пленка ескіруге бейім. Қолданылу аясы: жұмсақ мұқабадағы кітап блоктарын желіммен бекітуде қолданылады. +5 градустан жоғары температурада сақтау керек. Түптеу желімдеріне мынадай талаптар қойылады. Жұмыс істеуге ыңғайлы, яғни жеңіл жағылып, жұқа бір болуы керек. Жеңіл жағылатын аппараттарда жағылмауы керек. Сұйық күйінде жабысқақ болуы керек. Түптеу материалымен бүктелген, шеті жабысып кетуі керек. Желім өнімнің жабысқақтығы 5-7 сақталуы керек. Желім кепкеннен соң да өзінің құрамын сақтап қалуы керек. Мысалы, материалды қатырмадан ажыратқанда оның бір қабатын алып түзетіндей. Желімнің түрі түссіз және ақ болу керек. Кітапты немесе блоктың бетін былғамайтындай болу керек. Желімнің құрамы нейтралды немесе сілтілік ерітіндісі аз болуы керек. Сілті желімінің жабысқақтығын төмендетеді. Желімнің жағымсыз иісі болмауы керек. Адамның денсаулығына зиянды заттары болмауы керек. Желімнің құрамы бір қалыпты болу керек, яғни суда немесе басқа қоспаларды бөлмеуі керек. Поливинил ацетатты дисперсия, яғни ПВА желімі. ПВА желімі сұйықтау, түсі ақ және иіссіз келеді. ПВА желімінің екі түрі бар: майда дисперсиялы және ірі дисперсиялы. Брошюралау түптеу процестерінде ірі дисперсиялы жүйелер кеңінен қолданылады. Барлық ПВА маркаларының құрамында ұшпайтын заттар 50%-тен кем болмауы тиіс.
Жалпы ПВА дисперсияның 3 маркасы шығарылады. Тұтқырлығы жоғары, орташа және тұтқырлығы төмен. ПВА желімдері жабық күйінде, алюминий ыдыста, тот баспайтын болат ыдыста, полиэтиленді канистрада немесе бочкаларда -5 градустан төмен болмайтын температурада сақталуы керек. Қолданылу аясы. Поливинил ацетатты дисперсия келесі операцияларда қолданылады. Форзистар мен иллюстрацияларды желімдеу, түптеу қабымен қапталған өнімдердің блоктарын желіммен бекітуде, дәптерлік әдіспен тігілген блоктардың түбін желімдеуде, түптеу қабын блокқа машиналық әдіспен кигізу кезінде қолданылады. Артықшылықтары. Адгезиялық қасиеттері жоғары, жабысқақтығы жақсы, түссіз эластикалық пленка түзеді. Желімдік пленка ескірмейді. Кемшілігі кептіруді қажет етеді. Жұмысқа кіріспес бұрын алдымен ПВА желімін таяқшамен араластырып аламыз. Тұтқырлығына назар аударуымыз керек. Қатты өте тұтқыр болатын болса, кішкене су қосып, сұйылтып аламыз. Желімді даярлап болған соң, блокқа форзисімізді желімдейміз. Желім жағып, бұл жерде өте маңызды нәрсе, біздің жұмыс жасап жатқан, желімденіп жатқан өнімдеріміз таза, шаң болмау керек. Өйткені олардың барлығы кедергі жасап, біздің желімденген форзисіміздің да, блоктың да жалпы сапасы бұзылады, төмендейді. Осылай желімді жағып, форзисімізді блокқа желімдедік. Келесі желіміміз ол жануар текті сүйекті желім. Сүйекті желім түсі ақ, ұнтақ түрінде болады. Сумен араласқан кезде ериді. Сүйекті желім көбінесе ақуызды зат, глютеннен тұратын қатты ұнтақталатын плиткалар түріндегі зат. Ол жануар сүйектерінен желімдік сорпа түрінде өңделеді. Сосын қайнатылып кептіріледі де қатты күйге көшеді. Жануарлардың сүйектерінде, мүйіздері мен тұяқтарында суда ерімейтін ақуызды зат коллаген болады. Бірақ коллагенді суда көп уақыт қайнату нәтижесінде ол басқа глютен деген ақуызды бөліп шығарады. Ол ыстық суда ериді және желімдік қасиеттерге ие болады. Сүйектік түптеу желімі былай дайындалады. Ыдысқа белгілі мөлшерде сүйекті желімді салып, сумен араластырамыз. Сүйекті желім көбінесе түптік материал және капталды желімдеу кезінде, түптеу қаптарын даярлау кезінде қолданылады. Көріп отырғандарыңыздай, біздің желіміміздің түсі өзгерді. Сумен араластырылғаннан кейін ақ түсті ұнтағымыз біздің сары түсті қоймалжың сұйықтығы, тығыздығы орташа сұйықтыққа айналды. Желімді даярлау уақытты қажет етеді, себебі желіміміз біркелкі болу керек. Құрамында іртік заттар болмау керек, яғни ерімей қалған ұнтақ қалдықтары болмау керек. Бір тегіс, біркелкі массаға айналуы керек. Желіміміз сұйық та, қатты қою да болмау керек, себебі өте сұйық болатын болса, өніміміз жабыспай қалады, желімденетін өніміміз. Егерде қатты қою болатын болса, онда жабыстыру қиындайды. Келесі желіміміз терможелім. Терможелім бөлме температурасында қатты эластикалық материал болып келеді.
қыздыру кезінде жұмсарып, тұтқыр, аққыш формаға келеді. 150-170 градуста желімденетін бетке жағылады. Бөлме температурасына дейін қайтадан суытқанда қатайып, пленка түзеді. Терможелімнің артықшылықтары: құрамында су жоқ, салқындағанда пленка түзеді және жабысқақтығы жоғары. Кемшіліктері: блоктың ашылуы нашар болады. Желімдік пленка ескіруге бейім болады. Қолданылу аясына келетін болсақ, көбінесе терможелім жұмсақ мұқабадағы кітап блоктарын тікпей желіммен бекітуде қолданылады. +5 градустан жоғары температурада сақталуы тиіс. Үйге тапсырма: дәріс жазу, желім түрлерін және жасалу әдісін жаттау.